Математика пәні тақырыбы ондықтан аттап өту арқылы азайту. Оқушылар жаңа тақырыпты бастамас бұрын сандардың құрамы не екенін есімізге түсірейік. Мысалы, 5 санының құрамы ол 2 және 3 сандарынан тұрады. Яғни 2 қосу 3 мәні 5. 6 санының құрамы 2 және 4 санынан құралады. Яғни 2 қосу 4 шығады 6. 7 санының құрамы ол 3 және 4 сандары. Дөңгелек сандар. Дөңгелек сан деген ұғыммен танысайық. Яғни дөңгелек сандар деп 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 деген сияқты сандар жатады. Себебі 0 саны формасы бойынша дөңгелекке ұқсайды. Сол себепті 0 мен аяқталатын сандарды дөңгелек сан деп атайды. Бүгін біз ондықтан аттап өту арқылы азайтуды үйренеміз. 12 азайту 5 мысалын қарастырайық. Қазір біз балалар бірінші 5 санын сандар құрамына жіктейміз. Яғни 5 саны ол 2 қосу 3. Неліктен 2 қосу 3 деп алынды? Себебі азайғыш ол 12 саны. Яғни 12 санда біз дөңгелек санға айналдырамыз. Дөңгелек сан деген ол 10 саны. Яғни 12-ден нешені алғанда 10 болады. Дұрыс, 2-ні азайтқанда. Сондықтан 5 санның құрамын бірінші санын 2 деп алдық, қалған саны ол 3 саны. Енді тең деп есепті жазамыз. Яғни 12 азайту 2 азайту 3. Мәні 7-ге тең. Екінші мысалды қарастырамыз. Бұл жерде 23 азайту 7. Яғни 7 санын сандар құрамына жіктедім. Ол 3 және 4. Неліктен 3 және 4 деп алдым? Себебі азайғышы 23 саны. Біз 23 санын дөңгелек санға айналдырамыз. Ол 20 саны болу керек. 23 санынан қай санды азайтқанда 20 болады? Дұрыс, 23-тен 3 санын азайтқан кезде 20 саны шығады. Есепті жазамыз. 23 азайту 3, азайту 4. Мәні 16. Бейне жазбаны тоқтатып, дәптерді ашып, бүгінгі күнді жазамыз. Көркем жазу керек екенін ұмытпаңдар. Төменде берілген тапсырманы орындап шық.